Бұл үзінді Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» романынан алынды. Қалмақтың қонтайшысы не үшін қазақ ханының етегін сүйді? Неше күннен бері тоқырауын бойында топтанған қалың ел жан-жаққа тарап, хан ордасы кісіден сейіліп қалған кез еді. Абылайдың қасында Әбілфейіз, Қабанбай, Малайсары секілді шағын ғана адамдар отырған. Әлден уақытта есік сыртындағы жас ауылдардың бірі Ойрат тәйісі Әмірсананың келіп тұрғанын мәлімдеді. Кешікпей ноянның өзі де көрініс берген. Балқаш жағасында қалған өз тобына қайтып бара жатып, қоштасуға келген беті сияқты. Отырғандар сәл қозғалып төрден орын сайлаған. Бірақ ол төрге озбады. Есіктен кірген бойда Абылайдың алдына таяп келді де бір тізерлей отыра кетті. «Уа, хан ием!» деді оң қолын кеудесіне басқан күйі иіле тәжім етіп. «Сен біздің қалдан серен секілді ұлы хансың, Абылай. Бәлкім одан да көрі биігірек, одан да көрі мархабаттысың. Өйткені сен қонақжайлық пен қайырымдылыққа келгенде дүниеде теңдесі жоқ қазақтай ұлы халыққа хан болып отырсың. Мен мұны көңіліңді табу үшін көлгірсіп айтып тұрған жоқ. Имандай шыным осы. Басыма қиын қыстау іс түскенде Ойраттан көрмеген опаны қазақтан көріп отырмын. Ризамын сендерді жолықтырған Тәңірге», деп көзінен жас парлап тізерлей жылжып келді де Абылайдың оқалы шапанының етегінен сүйді.